Қайырлы күн. Мына жерде қазір түсіндіріп кетейін. Мысалға, мен Google-дан өзімнің немді сақтап алдым ғой, өзімнің телефоныма. Или сразу через Google Mail кіре берейікші. Программаға, экранға сақтап алдым. Скачать еткен жоқпын мен. Сақтап алдым. Коралклапқа. Енді осы жерде, мына жерде 3 нүкте бар. 3 сызықша, соны басам. Мына жерде войти, присоединиться көріп тұрсыз ғой, соны басам. Мына жерде бірінші жаңағы клубный номер жазам, екінші мен нені жазам, паролін жазам. Менде бәрі сақталған уже, сохраненный, кіре берем өзім кабинетіме. Кабинетіме кірдім. Жоғары жақта 3 сызықшаны көріп тұрсыз, сол сызықша бойынша қайттан кіреміз, сызықшамен кіреміз. Сызықшамен кіреміз. Барлық өзіңізге қатысты информацияны личный кабинет, профильдің ішіне көреміз. Профиль. Так, мына жерде профиль, сіздің балансыңыз, трансферный счетта қанша бар, групповой объем, личный объем, бәрін көруге болады. Мына жерде личный кабинет бар. Личный кабинет. Личный кабинеттің ішінде сіз не көре аласыз? Мына кім қанша жасады, қанша веткаңызда, қанша структураңызда директор бар, қанша директорский ветка бар, мастерский ветка, соп деген нәрсе, объемда, солардың бәрін көруге болады. Төмен қарай негізіне кабинетке кіріп үйрену керек. Кабинетте саяхат өте көп. Календарның событий, мысалға апрель айында бізде Коралклапта қандай событиялар бар? Майамида бар, Московская волна бар, Италияда бар. Одан кейін Саратовская волна бар. Көрдіңіз, мына жерде кнопкасын бассақ, майда не бар? Бізде Қазақстанда болатын Азия форум бар 24 жылы, майдың 25-26 майда Азия форум Алматы қаласында өтеді 2,5 мың адамға. Одан кейін Балтийская волна, экстра 24 жылы Кавказская волна, Казанская волна, көрдіңіз, Невская волна. Событиялар өте көп. Адам өсем десе негізіне событиядан қалма көріп. Одан кейін Еврофорум бар, мына июньде. Одан кейін июль форум Москвада болады. Москвада почти 10 мың адамға деп отыр. Так, август, сентябрьде жоқ. Октябрьде Сочинская волна бар, мына Сочинская волна. Одан кейін ЗДЗ бар. Көрдіңіздер, ЗДЗ. Бұл Турцияда болады, почти 8 күн. Так, енді көрдіңіздер, үстіп событиямен неге танысуға болады. Енді мен не